Сәлем оқырмандарым, әңгімені тыңдамай бұрын маған тіркеліп қолдап кетіңіздерші. Пәктігінен күштеп айырылған бойжеткен басынан өткен оқиғасын баяндап берді. Қыздығынан күштеп айырылған ол енді жігіт атаулысына жолаудан қорқып қалған екен. Самира жақсы танысы төсек қатынасына итермелеп, ақырында қыздық пердесіне зақым келтірген. Осыдан кейін бойжеткен жігіттерден қатты қорқып қалғанын айтып жатыр. Ал әлгі жігіті үйленгісі келетінін айтып, соңынан қалмай жүрген, адам бармаймын деген жеріне шыр айналып барады екен. Бұрын ештеңені түсінбейтінмін. Барлығы адамның өзіне байланысты деп ойлайтынмын. Тағдыр тауқыметін болған соң басқа салғанды көреді екенсің. Қазіргі басымдағы жағдайды дұшпаныма да тілемеймін. Мен де көп қыздардың бірі сияқты алданып отырмын. Содан бері өмірден безіп кеткім келеді. Аманатына қиянат жасаймын ба деп Алладан қорқамын. Өзім пәктігімді тек күйеуіме арнаймын деп өскен қызбын. Еркімнен тыс болғандықтан байқамай қалдым. Мені сөгетін шығарсыздар. Бір түсінгенім, асылық айтпау керек. Шүкір, алға қойған мақсаттарымды орындап келемін. Өкінішке орай, барлығын реттей алсам да, қыздығымды қалпына келтіре алмаймын. Қанша жерден керемет болсам да, арымның кірлегеніне өкінемін. Болашағымды ойласам, тіпті қорқамын. Тұрмыс құрмай өтетін сияқтымын. Қазір қыздыққа қарамайды деп жатады. Бірақ менің оған арым жібермейді екен. Ендігі мақсатым мансап жолында өрлеу. Әпкелерім қыздық перде алынған соң жақсы күтім керек деп жатады. Сол жөнінде ақпарат бөліссеңіздер. Гинекологқа барып көріндім. Қатты зақымданған. Қыздығым жоқ деген кезде шыдамай шығып кеттім. Көп қан келген болатын. Өзім де ауырып жатып қалдым. Қазір жігіт атаулысын жек көремін. Ол жігітте менен айырылғысы келмейді. Үйленгісі келетінін айтады. Бірақ мен қатты қорқып қалғанмын, тұрмысқа шыққым келмейді. Не істесем болады? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.